Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Балқаш қалалық тарихи өлкетану музейі бүгін сіздерге өзінің кезекті өлкетану оқуын ұсынады. Бүгінгі біздің оқуымыздың тақырыбы киіз үйдің жиһаздары, текемет, сырмақ және түскиіз деп аталады. Сабақты жүргізетін мен Қожақов Дәулет Асанханұлы, музейдің аға ғылыми қызметкері. Құрметті оқушылар, сіздер мен біздер білеміз, мынау киіз үйдің ішкі бұйымдары негізінен мынау мал өнімдерінен жасалатын бұйымдардан тұрады. Енді олардың ішіндегі ең кең тарағаны негізі жүн болып келетін киіз үйден жасалатын бұйымдар. Ал енді осы киіз үйден жасалатын бұйымдардың ішіндегі ең көп тарағаны әрине ол текемет. Текеметті киіз үйдің еденіне негізінен мынау сыз бен суық өтіп ауырып қалмас үшін, содан сақтану үшін еденге төсейтін болған. Ал енді текеметтің мынау жасалу жолдары аса күрделі емес. Бұны текеметті жасаумен негізінен қазақтың әйелдері айналысатын болған. Текеметті мынау жасаған кезде жүнді таңдайтын болған. Мынау текеметке негізінен мынау қойдың күзем жүні ғана келеді екен. Ал текеметті жасаған кезде оған жүннің екі түрін қолданады. Бірінші оның негізіне мынау бір түсті, негізінен қара түсті қойдың жүндері кетеді. Ал оның үстіне мынау бояуға келетін ақ немесе сарғыш түсті қойдың жүндері кететін болған. Енді оюды текеметтің негізіне оюды салған кезде жаңағы боялған жүндерден оюдың сұлбасын келтіріп алады да, соны негізге шиға салып пісіріп, аяқпен теуіп үстіне салатын болған. Ал енді сырмақтың енді мынау негізінен жасалу тұрғысынан технологиясы осы текеметпен бірдей. Мынау өздеріңіз қарап отыратын болсаңыздар, мына қазір салыстырып қарайсың болсаңыздар қазір өттен. Мынау сырмақ пен текеметтің сыртқы түрі бірдей. Бір ғана енді осы екеуінің арасындағы айырмашылық, мынау сырмақтың бетіне салынған оюлардың сыртымен және киіздің өзінің сыртқы контуры мынау қой жүнінен мынау ұршыққа иіріліп жасалған түсті жіппен тігіледі. Міне екеуінің арасындағы айырмашылық осы. Және осы мынау сырмақтың текеметтен айырмашылығы жаңағы оюдан басқа көбінесе мынау сырмақта осы жаңағы киізден жасалған бұйымның өн бойы түгелдей жаңағындай жіппен сырылады. Бұл жердегі мақсат мынау сырмақтарға текеметке қарағанда мынау көбірек сақталуға мүмкіндік береді бұл жағдай. Сондықтан да мынау сырмақ текеметке қарағанда ұзағырақ сақталатында көп жағдайда мынау сырмақтар мынау ұрпақтардың арасында бірінен біріне беріле отыратын болған. Мұра ретінде беріле отыратын болған. Енді мынау әдебиеттерде кездеседі, мынау сырмақтарды кейде еденнен басқа мынау киіз үйдің керегесіне іліп қоятында жұқа киізден жасалған түрлері болған деп айтылады. Ал енді келесі осы киіз үйдің ішіндегі көп тараған бұйымдардың бірі ол түскиіз. Мынау түскиізді негізінде тек қана мынау матадан жасайтын болған. Бұның жасалу технологиясы да аса қиын емес. Әрине оған бетіне ою салулары өте күрделі, бірақ жасалу технологиясы тым қарапайым. Оның негізіне бір текті материалды алады да, оның бетіне әртүрлі әдіспен, мысалы көбінесе аппликация дейді ғой, ойып, құрақ дейді. Сонымен ойып, өрнектерді тігіп салатын болған. Бұны сырмақтың негізгі мақсаты, біріншіден әрине ол жаңағы киіз үйдің ішіне әдемі жағындай түр беру керек. Әдемі болып тұрады сырмақтар. Қазақтың киіз үйдің ішінде сырмақтан бос кереге болмайтын ішінде. Және екіншісі, мынау жылуды ұстау мақсатында да осы сырмақтарды мынау киіз үйдің керегесіне ұстайтын болған. Ал енді мына құрметті оқушылар, өздеріңіз байқап қарасаңыздар, мынау бүгінгі біздің сабағымызда қарап отырған мына бұйымдарда, текеметтерде, сырмақтарда, түскиіздерде, олардың беттері мынау әртүрлі оюлармен өте бай өрнектелген. Бұл жерде бұл оюмен өрнектеудің әрине бірнеше жаңа мақсаты бар. Біріншісі әрине осы жасалған бұйымдарға өте әдемі эстетикалық түр беру. Екіншісі бұл оюлардың екінші бір жаңағы функционал қызметі. Бұл осы ою-өрнектер, мынау қазақтың дүниетанымдық ырымдық жосын жоралғары бойынша осы үйді мынау көз тиюден сақтап және
осы үйге молшылық пен жаңағыда бақыт толсын деген символдық мәндерге де ие болған. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.